Қолымның қазір 3 саусағы жоқ. Иә. Ой, амансың ба? Қалдарың қалай? Бұл Аманғали ағай. Дариға Назарбаеваның өзі еңбегін көріп, таңдай қаққан өнерлі жан. Алайда осыдан бірнеше жыл бұрын сабақ процесін түсіндіру кезінде 3 саусағын кесіп алды. Соған қарамастан қайсарлығымен қайтпай, дәл сол саусағын кескен кабинетте дәл сол еңбек құралдарымен жұмысын әлі күнге дейін жалғастырып келеді. Бұл оқиғаның қалай, қашан және неліктен болғанын толығырақ Аманғали ағайдың өзінен сұрайық. Ең бірінші әңгімеміз шай үстінен басталды. Мен Енбаев Аманғали Байболсынұлы 1965 жылы 3 қазан күні Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қоныстану елді мекенінде дүниеге келдім. 10 жылдық білімімді алғаннан кейін Орал қаласындағы Александр Сергеевич Пушкин атындағы педагогикалық институттың көркем сурет графика факультетін бітіріп, сол мамандық бойынша осы уақытқа шейін 35 жыл еңбек өтілім бар. Тек қолөнермен емес, анда-сонда домбыра шертіп, ән айтатын да қабілетім бар. Кейбір той домалақтарда, отырыстарда, ал өзімнің мамандығыммен қосымша өзімнің шабытымды, ойымды, өмірімді дамыту үшін ескі өлеңдерді жақсы көремін әсіресе. Әмші Қалдаяқовтың жыр дастандарды бәрін оқып, сол оқығандарымды жанұямның балдарыма айтып отырамын, ақыл кеңестерімді. Шай үстіндегі жарты әңгімеміз аяқталғаннан кейін үйден шығып, енді ары қарай бірге мектепке кеттік. Боран Нысанбаев атындағы орта мектеп түсірілім күні 1 қыркүйек күні болғандықтан алғашқы қоңыраудың да үнін естіп қайттық. Балалар тақпақ айтып, қыздар би билеп, ұстаздар шапалақ ұрып, бір-бірімен амандасып жатыр. Абыс жыл болсын. Бала тәрбиелеуде енді ешқандай талмай еңбек ете берейік екеуміз. Зейнеткерлік жасқа аман есен жетейік. Мынау Нұрлан Омарғалиев Нұрлан Әметұлы математика пәнінің мұғалімі. Қоңыр шайымызды ішіп, 1 қыркүйекке қатысып, әріптестердің барлығымен амандасып, көптен күткен кабинетіне де келіп жеттік. Ең әуелгі әңгіме кабинетінде тұрған мына құрылғылардың қайсымен қолын кесіп алғаны туралы басталды. Әлі есімде 2011 жылы осы станокқа ақпан айында өз мына саусақтарымды өзім кесіп алғаным. Неге десең, 8-ші А класс сыныбына сабақ беріп жатып, балдарға ағашты өзім кесіп беретін едім. Неге десең, техника қауіпсіздігінен өтпеген балдарды станокқа жіберуге болмайды. Сондықтан да өзім кесіп, дайын материалдарды соларға сабақ беріп атып, кесіп атырып, өткізіп атқанда артыма қарап қалып, бір бала ағай дегендей болды артымнан. Одан қарап қалғанда осы қолымды түгел, шөуінде түгел осылай кесіп тастадым. Өз не істегенімді білмеймін. Сол уақытта қоңырау да соғылып жатыр екен. Қан дейтін мына жардың бәрін қан алып кетті. Бір уақытта алас-қапас балдардың бәрі сыртқа қарай жүгірді. Бір дене шынықтыру пәнінің мұғалімі де кездесе қалды. Соның майшасымен қолымды байлап, больницаға травмпунктке алып кетті. Одан 1 сағат ота жасап, одан бері енді қанша уақыт болды? 2011-ден 2024 әлі осы станокпен қолымды кесіп алсам да балдарға сабақ беріп, материалдарын дайындап беріп жүрген жайым бар. Зейнеткерлік жасқа шыққанша осы кабинетте енді еңбек жолымды жалғастыра беремін. Бұл қолмен мен не істемедім? Талай-талай жарыстарға қатыстым, жігіт сұлтанына қатыстым, домбыра шертетін қабілетім бар еді. Өлең айтып, жігіт сұлтандарында. Солардың бәрінен қазір осы қолдың кесілгеннен домбырада шерте алмай жүрмін қазір. Енді әйтеуір денсаулықтың арқасында, бірақ дегенмен де осы қолмен жайлап шертіп қоямын шынашақпен. Шынашақпен де қағыз беремін кейде бір. Көңілді отырыстарда, той думанда, ағайын тумалардың арасында. Әйтеуір бұрынғы шабыттар келгенде домбыраны да ұстап қоятын жайымыз бар. Қолдың кем болғаны дене мүшесінің адамға бірталай әсер етеді. Өзіңді құттай болса да ортада отырғанда қолымды көрсетпеуге тырысам,
ол неден кесілді екен деген, соғысқа қатысқан жоқпыз, ауған соғысына барған жоқпыз, ұлы отан соғысына барған жоқпыз, тек мынау өндірістік неде мектептегі болған жағдай ғой. Көбі сұрайды, қайда болдың, мынау не деп. Біреулер тіпті әзілдеп, балыздарым, сен ұрлағансың, ұрысың деп қояды. Бірақ онда ештеңе жоқ. Осы бағытта жұмыс жасап жатырмын. Ағайдың бұл сөзіне қарап, қандай жағдай болса да, әзілге де жақын екенін байқадық. Мынау менің екінші кабинетім, жұмыс орным, сабаққа дайындалатын жерім. Міне кабинетімнен өздеріңіз көріп тұрғандағыдай, енді мына мен кілең қалдықтарды, кесінді қалдықтарды қоқысқа лақтырғым келмейді. Солардан өзімнің отыратын жеріме бір қиялдан туған туындылар ретінде осы карандаш, қалам салатын осындай ұрттай зат жасап қойдым. Сонымен қатар біздер кітап жақсы көреміз, білім саласы болғаннан кейін ең бірінші мына Абайды да құрметтеп, Абайдың Абай жолы деген оққан боларсыздар бәріңізді, сол көшірмесі деп айтуға болады. Соны құрметтеп өзімнің жұмыс столыма өтіп қойып қойдым. Сонымен бірге жер шары, мынау бәріміз де жер шарында тұрамыз. Мынау жер шарының несін жасап тұғырын. Бұны да өзімнің жұмыс столыма қойып қойдым. Ешқандай да қиынды артық заттарды лақтырмаймыз. Солардың бәрі балдарға үлгі болады, тәрім тәрбие болады. Еңбекке баулығаннан кейін оқушылар жоқтан бар жасауға қарай ұмтылу керек. Сол себептен құрал жабдық салатын ана жерде қобдишаны да жасап қойдым. Оларды да балдармен бірігіп балдарға көрсетіп, қалай жасалады, қалай боялады, қалай әрленеді. Сол бағытта үйрете беремін. Осы мектептің, Боран Нысанбаев атындағы мектептің мұражай жетекшісімін. Сол мұражайға жәдігерлер жинаймын. Қазір мұражай да бар мектепте, оны да көрсетермін. Содан артық қалған жәдігерлер ғой. Осы жер мен кішкентай жұмыс орнының отыратын қуысы. Мына жерде міне Боран Нысанбаев атамызға өзімнің кабинетіме шағындап бұрыш жасап қойдым. Осы мектеп сол Боран Нысанбаевтың атында. Енді мұражайға барамыз ба? Осылайша еңбек кабинетінен бөлек ағайдың елеулі еңбегі бар мұражайды да көзбен көруге асық болдық. Бұл мұражай 2019 жылы ашылған Боран Нысанбаев бабамызға арнап ашып қойған мұражайымыз. Жәдігерлерді кейбіреулерін өзім қолдан жасадым, кейбіреулерін біреулерден жинап, ескі бұйымдарды, мына самаурын, кәтөлек, мынау жез, ілеген, сандық, мынандай шам, өтектердің бәрін жан-жақтан барған жерімнен қонаққа барсам да, неге барсам да, сол үйдің ескі заты бар ма екен деп жайлап, тамырларын басып, сұрап қарап, кейбіреулер үлкен кісілер бергісі келмейді, оларға жайлап тиын тебенін беріп, сатып алып жинаған жәдігерлерім. Мына бұйымдардың бәрін қолдан балдармен бірге өзім шабыттанып отырып жасаған, сол екінші дүниежүзілік соғыстағы қолданған соғыс құралдары ғой. Мен өзімнің қиялыммен жасаған нем, мынау Боран Нысанбаев дзотқа қарсы кетіп жатыр. Немістің оқ жаудырып жатырған несі. Баратыр, бабамыз баратыр міне. Үніне өшірді. Міне, зоттың үні өшті деп бағытпен, осындай бағыттарда балдарға айтып түсіндіреміз. Ағайдың бір саламен шектеліп қана қоймай, өзінің шеберлігін мектептің мұражайына да үлес қосқаны мені қатты таңғалдырды. Себебі көне жәдігерлердің бәрін жинап, тіпті болмаған дүниелердің қалғанын қолдан жасау менің ойымша нағыз шеберлікті және өзінің ісіне деген нағыз махаббатты көрсететін сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Арамызда осындай қарапайым өміріне ерекше сән беріп, сүйікті ісінен рахат алып жүргендер көп. Еңбек мұғалімнің осындай елеулі еңбегін көрсету арқылы әр мұғалімнің жолы үлкен маңызға,
терең бағытқа ие екенін көрсеткіміз келді. Ол махаббатының берік болуына алдынан шыққан кедергілер, тіпті тосынан шыққан тосқауылдар да адамға кедергі болмайтындығына тағы да көзіміз жетті. Аманғали ағай өзінің саусақтарынан айырылса да, ешқандай қиындыққа мойымай, өзінің ісін одан әрмен сүйіспеншілікпен, махаббатпен жалғастыра берді. Осындай елеулі жандардың еңбегін көрсету арқылы біз де барлық мұғалімдердің еңбегінің қай саласында жүрсе де маңызы зор екенін көрсеткіміз келді. Әрине, бұл біз білетін санаулы жанның бірі ғана, ал әлі ел білмейтін қаншама талантты жандар бар. Егер сіз де өзіңіздің әріптестеріңіздің арасынан осындай мұғалімдерді, ерекше жандарды танитын болсаңыз, ол туралы қысқаша комментарий жазып, байланыс номеріңізді қалдырып кетіңіз. Бәлкім келесі видео сол жан туралы болып қалар.